қазақтың әндерінің 90%-ын осы 3-ақ аккордпен тартуға болады. Мен сізге соны қазір көрсетем, дәлелдеп берем. Егер керек болса, жаттап алыңыз. Әрине, егер сіз мықты гитарист болсаңыз, бұл видеоны өткізіп жіберсеңіз болады. Өйткені бұл үйренгісі келіп жүрген және жаңадан үйреніп жүрген адамдарға арналған видео. Сонымен бұл қандай аккордтар? Егер де гитараңыздың құлағы дұрыс болмаса, менің алдыңғы видеомды қараңыз. Ал егер дұрыс болса, мен сізге қазір көрсетем. Міне, бірінші шекті баспаймыз. Екінші шектің бірінші пернесін басамыз. Сонан кейін үшінші шектің екінші пернесін басамыз. Онан кейін төртінші шектің екінші пернесін басамыз. Үшеуі бір аккордты құрап тұрмын. Көрдіңіз ба? Жаттап алыңыз. Екінші шек бірінші пернесі, үшінші шектің екінші пернесі, төртінші шектің екінші пернесі. Одан кейін осы үш саусағыңызды бірдей бір саты жоғары көтереміз. Міне. Басқа дыбыс шықты. Бұл жерде үшінші шектің бірінші пернесі, төртінші шектің екінші пернесі, бесінші шектің екінші пернесі. Қарап жаттап алыңыз. Одан кейінгі аккорд міне. Бұл жерде бірінші шекті басамыз. Бірінші шектің бірінші пернесі, екінші шектің үшінші пернесі, сосын үшінші шектің екінші пернесі. Осы үш аккордқа көп деген әндер келе береді. Әсіресе 80-70 жылдардағы ретро әндер, Шәмші Қалдаяқовтың, Әсет Бейсеевтің әндері өте керемет келеді осы аккордтарға. Қазіргі современный әндер де келе береді. Мен сізге оны қазір көрсетемін. Мысалы, сол бір кез есімде жағасы болақтың, айлы жаз кешінде сырласқан ұзақ түн. Сүйгімді кете береді. Мысалы, современный әндердің қандай әндер бар? Таптым-ау сені. Міне. Таптым-ау сені, жүрегімнің емі, көңілсіз мүлде жаралы жан едім. Таптым-ау сені. Әрине, бұл негізгі базовый аккордтар. Аккордты көп білген сайын әніңіз құлпыра береді әрине. Бірақ негізгі осы үшеуімен де алғашында тартып әндерді үйрене беруге болады. Егер осы видео сізге ұнаған болса, онда өзіңізді сақтап алыңыз, жаттап алыңыз, пікір қалдырыңыз, лайк басыңыз және міндетті түрде тіркеліп кетіңіз.